Қайырлы күн барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Үй жағдайында қарапайым ғана заттардан тұратын донерді жасап көрсететін боламын сіздерге. Видеоны соңына дейін қарап, сіздерде көріп жасап көрсеңіздер болады. Ол үшін бізге қияр, помидор осылай шіңішке етіп, ұзын-ұзынша етіп турап алдым. Тауықтың төс етін, қытырлақ картобымызды, осындай салат жапырағын пайдаланамын. Осындай лаваш қажет болады. Ішінде 5 штук тұрады. Домалақ. Майонезімізді, кетчупымызды жағып, осылай әрқайсысын үсті-үстіне қойып кете берсеңіздер болады. Мен майонез бен кетчупты аз пайдаланамын. Әркім қалауы бойынша пайдаланса болады. Осылай жасап көріңіздер сіздерде. Үйде қолжетімді заттар ғана кетеді бұған. Осылай ақырындап, қысыңқырап орап алыңыздар. Екіншісінде сіздерге көрсетейін. Бізде салат жапырағын жақсы көреміз, сондықтан пайдаланамын көбіне. Сіздер қалауларыңыз бойынша пайдаланыңыздар. Кейбіреулер капуста, пияз, сәбізді пайдаланып жатады. Менде қазір үйде бар заттармен ғана жасап көрсетіп жатырмын. Әрі тез жасалады. Балаларым жақсы көріп осыны жейді. Өте тойымды. Енді екі жағын қызарғанша осылай қызартып алатын боламыз. Тапамыздың астын газымыздың астын басыңқырап қоямыз, күйіп кетеді әйтпесе. Екі жанында қызартып алсаңыздар өте қытырлақ болып шығады. Тапамызға аздап сұйық құйсаңыздар да болады. Аздап қана тамызсаңыздар осылай жасап алатын боламыз. 5 штугында мен пісіріп алдым. Сіздерге кесіп те көрсетейін. Өте қытырлақ болып шықты, әрі өте тойымды. Отбасыларыңызға осылай жасап беріңіздер. Менің балаларым өте жақсы көреді. Тез ақ жасалатын заттар ғана бізге қажет болады. Главный лавашты алып қойсаңыздар үйде жасап бересіздер. Қыздар, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын. Рахмет.